Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі блог. Осы бүгінгі бір күнім қалай басталды, қалай өтті. Светім боламын. Қазір таңғы 9 болып жатыр. Таңғы 7-те тұрып, қыздарымды киіндіріп, садикке жіберген болатын. И бүгін 3-ші қызым да садикке келді. Бүгін 1-ші күн. Біртүрлі сезімге қайтып бара жатырмын. Достар, мен үйге келдім. Далада түсіру мүмкін емес болып кетті. Өйткені суық, кәдімгі қолым қатып қалады, аяз болып тұр. Кішкене ғана қар жауып, таңертең қар жауып жатқанын түсіріп алмаппын. Өте әдемі қар жауып тұр, жапалақтап. Бірақ қазір ызғар болып тұр, суық. Өзіме кішкене кофе дайындап алдым. Осындай печеньемен жеп алайын деп тұрмын. Енді андай нанды былай екі ішетінші қыздырып жегенім ұнап қалды. Қыздырып жеп жатырмын, нанға май жағып. Бәрін жемеймін, конечно, бір екеуін. Тамақ жасап, үйде 12-ден аса шыққан, бірге жақын енді. Сонымен енді түстім ғой, 2-ден 15 кетті. Қанша сағат жүріп кеттім? 1,5 сағат жүріп кеттім. Бүгін универімдегі 1-ші күн сабағым. Дала суық. Тура алдына келдім, міне. Осы корпуста оқиды екенбіз. Сабақтың басталуына жарты сағат бар, сағат 3-те басталады. Ішіне кіре берейін ба, әнден. Ал 7 этаждық корпусына келдім. Бір документ тапсыру керек екен. Срочно. Қазір тез тапсырып, потом жаңағы корпусқа барамын, сабақ басталады 3-те. Гардеробқа курткамды өткізіп, қана кішігірім тоқыдым. Қолға шайын деп жатырмын. Далада қар. Şimdi подливім пісіп жатыр. Қазір қамырын тез пісіріп қойдым да, енді үстіне қазір салам, майлап қойдым. Şimdi ваннадағы коврикті жуып қойғам. Мұз болып қатайын деп тұрмын. Так мұз болып қапты ғой шеттер. Шықтым үйден. Дала деген әппақ шышты болып тұр екен. Бірақ салқын. Кейде болады ғой, қар жауғанда жылы болып тұрады. Жоқ, салқын екен. Хорошо, что мен шалбар киіп алдым колготкінің сыртынан. Бірақ киімдері, шалбар, пижамасын кеше бер жүргем негізі. Апайы почему-то қайтадан бер жүрді. Не үшін бер жүрдіңіз десем, басқа затты саламыз дедіңіз ғой дейді. Мен олай айтпадым ма сонымен. Басқа екі шалбар әйтеуір тағы төгіліп қалады, кішкентай ғой, ең кішкентайым. Соған апарып жатырмын. Садикке келдім. Затымды беріп шықтым уже. Тамақтарын ішіп ұйықтайын деп жатыр дейді. Автобус күтіп тұрмын. Осы жерге дейін бір автобуспен келдім. Қазір 2-ші автобусқа мініп барамын. Солай кішкене тезірек барады екен. Әйтпесе деген, 48-ге мініп алсаңыз, бұл 40 остановканы айналып барам дегенше. Былайнан 25 па сондай остановка. Қазір 10 остановкамен бір автобуспен келдім. Келесі автобусты күтіп тұрмын. Түстім автобустан. Панфилов паркінің алды. Осы остановкадан түстім. Қазір менде сағат 1:30 болды. 3-те сабақ. 1:30 сағат бар. Зеленый базарға келе жатырмын. Саған бұл базарға қашан келгем? 10 жыл бұрын ба? Даже одан да ерте ойдым. Студент кезде келетін еді ғой. Потому что Гоголяда өзіміздің университет осы базарға жақын орналасқанда, осы жақтан керек заттарды алатын едік. Содан бері келген емес па? Күн суықта далада тұру деген оңай емес енді сатушыларға. Осындай канцелярский
сататын жерге келдім. Дәптер алып жатырмын сабаққа. Бес түрлі общий тетрадь алып алмасам. Әдемілеп жазғанға. Мен дәптер алып алдым сабақтарыма. Енді қыздарға кішкене шалбар алып алдым. Сабағыма қарай барайын. Панфилов паркіне келдім. Базардан деген қыздарыма кішкене лосина алдым, бір-екі лосина. Вообще суықта вообще базарда аралау мүмкін емес бар ғой. Ана жүгіріп баратқан кісі тоңбаймеген. Осындай ескерткіш. Көріп тұрсам алыста. Алау жанып тұр. Міне Панфиловта осындай церковь орналасқан. Алдында мұз айдыны мына жерде. Сөйге кеп сырғанасаңыздар болар. Так, мен былай қарай жүремін де. Универіме барамын. Жетіп қалдым. Қазір 15 минут қалды. 15 минуттан кейін сабағым басталады. Зданияға барып келіп ағаштардың артында. Универге келдім. Универге келдім. Сабағымыз басталды. Жаңа ағайымыз қосып жатыр. Бізге эстер ағылшынша мына тақырыпта эстер шықтық сабақтан. Мынандай кофе машина бар екен. Жолына пішіп алғанға. Оқудан шықтым, сабағым аяқталды. Енді үйге қарай қайту керек. Қазір қыздарым садиктен келе жатыр. Автобус күтіп тұрмыз. Мына оқудан шығып. Дала суық, ерекше суық. Аяз болып тұр ғой. Колготкенің сыртынан шалбар киіп алғаным жақсы болыпты. Автобустан түстім. Мына жақта жарқырап тұр екен. Обязательно пересадка жасаймыз. Мектеп 180 мектеп. Мына жақта садик. Мына жақта мектеп. Автобус келем дегенше қыздарыма банан алып алайын. Овощняға банан алып алмасам. Саламатсыз ба? Қыздарға банан алып алдым. Және лосиналары бар. Жылтырақ болып отырған. Автобусым келсін. Бүгінгі сабақ өте қызықты болды. Бүгінгі сабақ ағылшынша болды менде. Менің группам, менің отделение оқып жатқан отделение полиязычный, яғни көп тілді группа екен бізді. Қазақша, орысша өтпейді. Әртүрлі. Біресе бір сабақ қазақ тілінде, кешегі бүгінгі сабақ тек ағылшынша болды. Ертең орысша болады. Ертең математика еще орысша. Сондай екен. Бұйыртса көп тілді магистрант болып бітіретін боламыз дипломда. Қуанып тұрмын. Үйге жеттім. Күшті. Қыздарымды жуып, балапандарымды ұйықтатып жатырмын. Ауа таза.